Сәлем достар, сіздермен бүгін ең жұмсақ әрі дәмді шелпектер дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм жылы сүт, 40-50 грамм сары май, тұз, сода және қант қажет болады. 320-330 грамм ұн қажет болады. Алдымен жылы сүтке сары майды, тұзды, қасықтың ұшымен соданы және дәміне қарай қантты салып араластырамыз. Кейін ұнымызды аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Келесі кезекте өзіңізге қажет бөліктерге бөліп, шелпектерді жаямыз. Менде 7 дана шелпек шықты. Қатты қызып тұрған майға екі жағынан 1-2 минуттан қуырып аламыз. Шелпектер дайын болды, ниеттеріңіз қабыл болсын. Шелпектер өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп, алдағы қызықты видеоларды жіберіп алмаңыз.